Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Тоқаев осы жолы Мәскеуге бару арқылы өткеннен бері Еуропа мен Американың алдында өзін демократ көрсетіп, жағатсып, жағымпасып отырған маскесінің бәрінен айырылып қалды. Тоқаев бетіне 40 қабат маске киіп алады. Америка мен Еуропаға барса демократ көрініп, ағылшынша сөйлеп, Қытайға барса қытайша сөйлеп, орысқа барса ойбай қайын жұрт, мен күйеу балаларыңмын, ұлы орыс халқы, ой енді деп. Сендердің мына арақ ішіп алғанда перегарларыңның өзі француздың әтірінен керемет қой деп өледі енді. Енді сол жағымпаз, жалтақ Тоқайдың шын мәніндегі маскасы 40 қабат бетпердесі жыртылып, Мәскеуге барды. Енді Тоқаевты батыс аямайды. Менің саяси сараптамам осығанға дейін дәл келіп отырды. Енді батыс орысты тек Украин жақтан ұруды қаламайды. Енді олар Орталық Азияда бір нәрсе жасайды. Енді олар Тоқаевқа қарсы, Тоқаевқа қыл бұрау салып, құлын даусын Құдайға жеткенше шыңғыртатын бір әңгіме жасайды. Енді орыстың алдыда өрт, артыда өрт болады. Енді Ресейдің ішкі жағында, Орталық Азияда орыс бір қыспаққа ұшырайды. Тоқаевтың Кремльде пайда болуы, Қызыл алаңдағы парадқа баруы, оның өзіне өзі көр қазуы. Батыста Тоқаевты осы күнге дейін шарасыздықтан сөйтіп жүр. Мүмкін ол Орыс пен Қытайдың ортасында қысылып отырғаннан сөйтіп жүр деп ой. Мүмкіндігінше бұл диктаторларды қысып жіберсек, баяғыдағы Кәрімов құсап, батыс сынай салған күннің ертесі Мәскеуге ұшып кеткеніндей, Кәрімов құсап бұлар қашып кетпесін деп, жұмыртқаны қатты ұстасаң сындырып аласың дегендей ептеп ұстап келген. Енді бұлар Тоқаевтан үміт жоқ екенін білді. Қысқасы, бұл аса жағымды жаңалық. Бұл шын мәнінде аса жағымды жаңалық. Екінші жаңалық. Қытай өз азаматы түгілі, өз ішіндегі демократтар, немесе ашық ойлы адвокаттар түгілі, енді шетел азаматтарын Қытай территориясынан сыртқа шығудан тиіп тастап отыр. Қазір өте көп шетел азаматтар, тіпті оның ішінде Еуропа, Америка азаматтары Қытайдан сыртқа шыға алмай отыр. Ұшаққа отырғызбай отыр. Бұл деген сөз Қытайда алдағы уақытта үлкен бір саяси толқын басталмақшы. 2. Си Цзиньпин жастар мерекесі, яғни 4 май кезінде енді ресми түрде ауылға түсіңдер, ауылды көркейтіңдер деген үндеу тастады. Ол Маудың кезінде 20 миллионға жуық Қытайдың жастарын, жұмыссыз қалғандарды ауылдарға, Тибетке, Шыңжаңға, Іле Алтай, Тарбағатайға айдап жібергені сияқты құбылыс. Мау сол кезде жұмыссыз Қытайларды Тибетке, Монголға, қазақтың жеріне, ұйғырдың жеріне айдап жіберген. Мынау қазір батыстың бүкіл зауыттары шегініп жатқандықтан, қазір Қытайдың ірі қалаларында миллиондаған адам жұмыссыз отыр. Осы миллиондаған адамды Қытай Мау тәсілі бойынша енді қайтадан ауылға барыңдар деп жатыр. Ауылды жерде баяғыда егіп тастаған алма ағаш, бамбук ағаш, жаңғақ ағаш, экономикалық дақылдың бәрін қиратып, балық бағатын көлшігіне дейін тындырып, енді қайтадан егін егіп жатыр. Ол деген сөз Қытай соғысқа дайындалып жатыр. Мына Қытай мен қазақ ортасы жақсы болып, ойбай Қытайдан қазақ кеп жатыр дейді. Атаң басы. Сынақтан өткен, фильтрден өткен 5 қазақты жібереді, қалған қазақты әлі қамап жатыр. Көптеген жерлерде паспорт сұрап барған қазақтардың көзіне шұқып, сендер Қазақстаншылсыңдар, Қазақстанға барамыз деп енді паспорт сұрайтын болсаңдар, әкелеріңді көздеріңе көрсетеміз. Баяғыдағы саяси тәлім тәрбие орталығы тоқтады екен демеңдер. Кез келген уақытта кез келгеніңді саяси тәлім тәрбие орталығына апарып оқытамыз. Миларың әбден уланған Қазақстаншыл болып кеткесіңдер деп қазақтарға қоқаллық жасаған. Сонымен қазақтар қорқып паспортын ала алмайды. Ұлы қызы Қазақстанда, немере жиен Қазақстанда, кемпір шал Қытайда қалған,
немесе аға Қазақстанда, іні Қытайда, іні Қазақстанда, аға Қытайда, әпеке сіңілердің бір бөлімі Қазақстанда, бір бөлімі Қытайда қалған. Сол қазақтар қазір зарлап, жылап, еңіреп, бірін-бірі көрмегенне, міне 16 жылдан бастап есептесең 7 жылдың жүзі болды. Міне ол қазақтар өстіп келе алмай отыр. Енді жуырда тіпті тәртіп қатаңдасады, тұтқындау көбеюі мүмкін. Қазір Қазақстанда қытайшыл қазақтар көбейген. Қытайға арнап өлең шығарып, ұлттар достығын дәріптеп, ақ деп, көк деп, осы Қытайды мақтап, Қытайдың қылмысын жуып шайып, судан тұнық сүттен ақ қып көрсетіп Қытайды өстіп жарапазандап кеткен жағымпаз жалтақтар көбейіпті. Қалың елім қазағым айтам, олардың барлық айтқандарын, жазғандарын, сөзін, аудиосын, видеосын, жазған нәрсесін скриндеп сақтаңыздар. Ертең кім екен демей, атығым, затығым демей, бәрін дарғасамыз бір тұтас. Біз 3 ғасыр ұлт сатқындарын жазалай алмаған бейшара халықпыз. Алдағы уақытта зор тазалау болады. Бейне жапондар кезінде шапқыншылар басып алғанда, солардың дініне енген, өзінің ұлттық болмыстарын тәркі қылған жапондарды қынадай қырып тазалап тастағаны сияқты. Біз де өз ішімізден шыққан орысшыл, мәскеушіл, қытайшыл сүмелектердің барлығын қып-қызыл тазалап, арылып, денеміздегі рәктің, қатерлісіктің өспесінен арылып, бір тап-таза қазақ болып қайтадан ата-бабамыздың батырлық, өрлік рухын қайта табамыз, қайта ораламыз сол заманға. Қайтадан бір құдіретті, күшті, еркін, азат, демократиялы қазақ мемлекетін құрып шығамыз. Міне Тоқаевтың Мәскеуге барғаны, ол үлкен бір жақсылықтың басы. Ол батыстың көзін ашатын жақсылық. Тоқаев енді өзінің батыс алдында ары қарай ойнай алмайтынын біліп отыр. Ойнай алмайтынын біліп отыр. Қазақтар, біздің жауымыз орыс, біздің жауымыз Қытай. Біздің жауымыз орыс пен Қытайға қатар сатылып, жезөкше саясат қолданып, ұлт мүддесін сатып отырған мына Назарбаев Тоқаев жүйесі. Біздің жауымыз, біздің осы Назарбаев Тоқаев жүйесі тұрған кезде бізде ешқашан жақсылық болмайды. Осыны ұмытпаңыздар. Осыны ұмытпаңыздар. Ал барлық ұлт сатқындарының барлық дәлел фактілерін сақтай беріңіздер. Міне соғыста осы юнге қалмай үлкен өзгеріс болады. Соғыста юнге қалмай үлкен өзгеріс болады. Қазір жер бетіндегі соғыста Украинаның танкісі жеткілікті болды. Американың, Еуропаның, Американың, Германияның танктері жеткізіліп болды. Ал әуе қорғаныс кешені, Американдық қорғаныс кешені, Германиялық қорғаныс кешені, Голландиялық қорғаныс кешені беріліп болды.